Олар жолаушы емес. Олар рейсті күтпейді, ұшақты күтіп алады. Олар аспан жолдарына бағыттайды. Оларға қателесуге болмайды. Олар әуе қаһармандары. Келешек мырза, ұшуға дайынбыз ба? Әрине, толықтай дайынбыз. Көпшілігімізге әуежайдың бергі беті ғана қалыпты көрініске айналған тіркеу аймағы, рейс нөмірлері, күту залы, демалысқа бара жатқан жолаушы, демалыстан келе жатқан жолаушы. Ал әуежайдың арғы бетінде жолаушылар жүрмейтін, жолаушылар білмейтін әлем. Бірақ бұл жақта ең маңызды дүние бар. Ол әрине жауапкершілік. Келешек Амангелді 7 жылдан бері кәсіби ұшқыш, әуелі IT саласында білім алған, тіпті кейін экономика факультетінде оқыпты. Бірақ жан қалауын ол ортадан таппаған. Сөйтіп жүріп, кездейсоқ авиация саласына келіпті. Бала күннен арманға жоқпын. Есейе келе қалыптасқан ой. Осы Air Astana әуе компаниясында ішкі бағдарламасы бар. AB Initial деп аталады. Нөлден толық ұшқыштарды дайындау бағдарламасы. Сол бағдарламаны зерттеп білдім. Барлық қыр-сырларын, қай жерде оқытады, қандай талаптар қажет. Соның бәрін зерттей келе жарты жыл дайындалдым. Жалпы талаптар ол 18 жас пен 34 жас аралығы. Қазақстан азаматы болу, математика, физика пәндерін жақсы меңгеру, сондай-ақ ағылшын тілінің деңгейі IELTS-та 6-дан төмен болмауы қажет. Сондай-ақ жақсы денсаулық, денсаулықта ақаулардың болмауы. Барлық талаптарға сай келдім, барлық тестілеулерден өттім. Испанияда еліне Херес қаласына оқуға жіберді. Келгеннен кейін бірден теориялық жағын оқып зерттеп бастадық. Өте қысқа тығыз уақыт ішінде үлкен ақпаратты меңгеру қажет болды. Бір жағынан ең қиын кезеңдердің бірі деп айтсам болады. Нөлден келгеннен кейін білім аз болғандықтан қиындау болды. Адамның деңгейі әртүрлі ғой. Мысалы үшін біреу ағылшын тілін жақсы білгенмен жаңағыдай техникалық пәндерге кішкене қиыншылық тудыруы мүмкін түсінуге. Сондықтан әркімге әртүрлі деп ойлаймын. Екінің бірі ала бермейді. Ең алғаш ұшақ тізгіндеген күнім ең ыстық естеліктерімнің бірі дейді. Қобалжу мен қуаныш арасындағы сәт деп есін алды. 2019 жылы сәуір айында Алматыдан Қызылордаға ұшқан рейс. Шамамен Алматыдан Қызылордаға 1 сағаттай уақыт алу керек. 1 сағат уақыт, былай қарап тұрсақ, ол авиация саласында өте қысқа. Барлығын жылдам істеу керек. Әртүрлі сезімдер болды әрине. Ең біріншіден қобалжу, себебі бірінші рет экипаж мүшесі ретінде үлкен көп адамдарға жауапкершілікті алып 100-ден аса адамға. Бірақ бір жағынан екінші сезім ол қуаныш сезімде болды жаңағыдай. Осы қиындықтардың бәрінен өтіп, деңгейіме жеттім, ұшақ тізгінін қолыма алдым деген қуаныш сезімі болды. Былайша қарағанда пилоттар ол тек қана ұшаққа отырып, ары-бері ұшып келетін адамдар ретінде көрінуі мүмкін. Бірақ алайда оның артында үлкен жауапкершіліктен бұрын үнемі білімді, тәжірибені жетілдіріп отыру. Себебі авиация саласы үнемі жаңару үстінде. Сонымен қатар айтып өткендей, демалысын ұйымдастыру, мысалы үшін таңертең ерте тұру керек болса, кешке ертерек жату деген секілді. Соның бәрін ұйымдастырып, одан кейін үйден шығар алдында алдын ала дайындалып, бұл әрине адамның өзінің дайындығы, өзіне сұрақ қойып, мен бүгін дайынмын ба, дайын емеспін бе деген. Себебі ол 100-ден аса адамға жауапкершілік алу деген оңай емес. Кейін келешекпен бірге ұшақ симуляторына бет алдық. Бұл айнымаған ұшақ кабинасы. Түрлі мониторлар, қызыл-жасыл шкала. Ал бұл симуляторда пилоттар не істейді? Симулятор ең алдымен бұл жаңадан оқып бітіріп келген ұшқыштың тәжірибесін көтеру, тәжірибе жинату, шыңдау, одан кейін уже қазір ұшып жүрген ұшқыштарды жарты жыл сайын біліктілігін тексеру болып табылады. Маған отырып көріп бір ұшақты басқарып көрсем болады ма? Әрине болады. Күнде маған осындай мүмкіндік келе бермейтін сияқты. Әрине. Онда қай орындыққа? Мынаған? Сіз сол жаққа отырыңыз, командирдің орнына, мен оң жақта боламын. Командирдің орнына отырайын ба? Командирдің орнына отырасыз. Өзіңіз командир болып сезініп көріңіз.
Пилот мыңдаған тетіктердің арасынан өзіне керегін тауып, симуляторды ұшуға дайындап жатыр. Келешек мырза, ұшуға дайынбыз ба? Әрине, толықтай дайынбыз. Онда сәттілік. Сәттілік. Қоса берсеңіз болады. Кеттік. Ал, біз ұшып бара жатырмыз. Иә, кеттік. Енді сізге айтам, ротейт деп, сол кезде тартасыз өзіңізге ақырындап. Мәссаған, мына көрініс деген керемет қой. Бұра беріңіз, аға. Өзіңіз басарып кетсіз ғой, Аэропорт, мына жерде тұр шамамен, сол жақта. Аспанды бір айналып кеп қайта қондық. Қону барысы мен үшін бәрінен қиын көрінді. Жолаққа қарып отырасыз. Флэп, тартыңыз. Ох, қонды самолет. Так, все, жібереміз. Бәрін жібереміз, все, самолет қонды. Жібере берейін ба? Вот, бәрін жібере салыңыз. Мәссаған. Әр баланың ішінде ұшақ тізгіндеп көрсем деген арман болады ғой. Сол сияқты менің де бала күнгі тілегім орындалғандай күй кешіп отырмын. Әрине бұл шынайы ұшақ емес. Мұнда қателесуге де болады, қайта бастауға да болады. Бірақ аспанда ондай мүмкіндік болмайды. Пилот болу дәл менікіндей бір сәттік әсер емес. Ол үлкен жауапкершілік, жылдар бойғы тәжірибе. Дәл осы әуежайда көпшілік мүлде байқамайтын, бірақ ұшақты ең бірінші болып қарсы алатын маман бар. Ол рампагент. Осы әуежайда 2 жылдан астам жұмыс істеп жасап жатырмын. Бұл мамандықтың есімі рампагент деп аталады. Біздің қызмет әуе кемелерін қарсы алу және шығарып салу, қонғаннан кейінгі тексеріс, ұшар алдындағы тексеріс, оператор ПТТ деп аталады. Телескопиялық траптарды әуе кемесіне орнатамыз. Және де қыста әуе кемелеріндегі мұзды жою процедуралары бар. Рампагент аптап ыстықта да, қарлы боранда да жұмысын тоқтатпайтын маман. Өйткені рейстердің уақытылы ұшып қонуына тікелей жауапты. Қысты күндері көп болады. 6-7 сағаттап далада, суықта, боранда жүресің. Себебі ауа райының қолайсыздығына байланысты. Біз пилотпен үнемі байланыста болу керекпіз. Ұшақтың тұраққа дұрыс қойылуынан бастап, жүктердің жөнді тасымалдануы, жанармай құю барысы, ұшақ қанаттарының таза болуы сынды жауапты жұмыстар дәл осы рампагенттің мойнында. Әдетте, авиация саласындағы әйел бейнесі көпшілік арасында стюардессалармен немесе бортсеріктермен қалыптасқан. Ал бұл салада құрал сайман арқалап, бұранда бұрайтын инженер-механик қыздардың бар екенін білдіңіз бе? Онда таныс болыңыз. Арулы Маманбай, инженер-механик. Өткен жылы ғана авиация академиясын тәмамдаған жас маман, ұжымдағы жалғыз қыз. Тікұшақ жөндейді. 11 класс оқып жүрген кезде мектепте қайда барам деген жаңағы кәдімгідей әр бала күйзеліске түседі ғой, сондай болды. Бір моментте академия бар екенін естідім, сөйтіп қызыға бастадым. Қазіргі таңда барлық ойлайды, академияда тек қана авиадиспетчер, сосын пилоттар ғана оқиды деп. Сөйтіп қызығы бізде бастаған кезде инженер мамандығын көрдім. Сырттан да айтқан болды, өзіме келіп айтқан кезде болды, басқа компанияларға жұмысқа тұрған кезде де болды, сен қызсың, сен істей алмайсың деген сияқты бұл еркектердің жұмысы. Ал менің ойымда жаңағы мүлдем ондай ой болмапты. Мен қызбын, мен істей алмаймын, мен қолымнан келмейді деген менде мүлдем ой тумаған. Мен оқыдым, мен еркек адамдар сияқты, ер балалар сияқты оқыдық, бәріміз бірдей оқыдық. Бізді бөлім шығарып оқытқан жоқ, бәріміз сол бір академияны оқып, бірдей экзамендар тапсырған адамбыз. Қоғамдағы кейбір топтар әлі күнге дейін қыздардың көлік басқаруына қарсы болса, Арулым үлкен ангарда тікұшақ жөндеп жүр. Арулым, мен күнделікті жұмысыңыз осы жерден басталады ғой. Иә. Тексересіздер, қарайсыздар. Мысалы, алдымызда тұрған тікұшақ. Бұл вертолет бізде Еврокоптер 145 D2 категориясы болады. Бұл мысалға двухдвигательный болып саналады, және де 5 винті бар. Енді менде бір сұрақ туындап тұрып, қыз баласыз, үстіңізде осындай
форма бар, иә? Иә, жұмыс. Жұмыс күніңіз нешеде басталады? Жұмыс күнім таңғы сағат 9-да басталады. 9-да, иә. Енді тікұшақ жөндейтін қыз боянып сылана ма? Әрине. Әрине, боянып сыланам. Уақыт табыла ма оған? Әрине табылады. Әрине. Кешке мына форманы әдемі көйлекке алмастырасыз. Иә, иә. Иә, сондай бар. Мен ата-анам да үйдегі жаңағы достарым барлығы күледі, сен андай екі түрлі өмір сүресің деп, жұмыстағы арылуым басқаша, жұмыстан кейінгі арылуым мүлдем басқаша деп ойлаймын. Шынымен, мұндағы қызмет еркелікті емес, ерлікті талап етеді. Әр шешім, әр тексеріс инженердің жеке жауапкершілігі. Вертолеттарда жаңағы ұшардың алдында пилоттарға тапсырғанға дейін жүргізілетін барлық жұмыстардың бәрі ол менің қызметімде болады. Ол біріншіден тексеру, сыртынан ешқандай жаңағы ақаулары жоқ па, ешқандай бүкіл системалар барлығы орнында тұр ма, жай ғана вертолет деп қарай алмаймын. Бұл менің басымда 10 шақты адамның өмірі тұр, иә, мысалға. Менің ойымша әсіресе қыздарға қатты мінез керек. Бұл жерде жай жүрсең, сен жұмыс істей алмайсың. Әлемдегі ең үлкен жолаушылар ұшағы қайсысы екенін білесіз бе? Ол ұшақпен мен өзім әлі ұшып көрмегенмін. Еркебұлан Тұрышжан әуе диспетчері және авиаблогер. Авиация жайлы қазақша контент түсіріп, қолынан келгенше құпиясы мол, қызығы көп сала туралы көпшілікке қарапайым тілде түсіндіреді. Ендеше әрі қарай өз айтып берсін. Әуе диспетчер деген кім? Құрметті жолаушылар, 755 рейспен Астанадан ұшақ келіп қонды деп хабарлайтын терминал диспетчері емеспіз. Біз әуе диспетчерлері аспандағы бүкіл қозғалысты басқарамыз, және де біздің жұмысымыз мынау артымызда тұрған диспетчерлік мұнараның ең жоғары қабатында жүзеге асады. Жүріңіздер, көрсетейін. Бұл Тараз қаласының әуежайы. Миллион тұрғыны бар үлкен шаһар болмаса да, керімді кетімді жолаушы көп. Бір шағане әуеге бет түседі. Енді бірі міне ғана алыс сапардан аман есен оралды. Ал осы сан ұшақтың үйлесімін сәт сайын қадағалайтын маман әуе диспетчері. Мына бір шағын ғана монитордан алып аспандағы ұшақ бағыттарын қалш берместен бақылап отырады. Диспетчердің жұмыс орнында ең маңызды екі экран бар. Бұл жерде біз локаторлардан, радарлардан келген ақпараттар арқылы ұшақтардың қай жақта орналасқанын, бұлардың биіктігін, бағытын, жылдамдығы деген секілді ақпараттардың барлығын осы жерден біз көріп отырамыз. Bir қарағанда бір компьютерлік ойын сияқты. Қараңыздаршы, компьютер бір нүктелер жылжып жатыр. Бірақ осы әр нүктенің ар жағында 1-2-3 ұшқыштан бастап 500-ге дейін жолаушы бар екенін еске алсаң, кейде бір денең түршігіп кететіндей бір маңыздылықты сезінесің да. Яғни біздің жұмыстың бір қиындылық, маңыздылығы да осы, бізде қателесуге рұқсат жоқ бізде. Әуе диспетчерінің басты міндеті ұшақтардың қауіпсіз ұшып қонуын бақылау, олардың арақашықтығын, бағыттарын мөлшер бермей қадағалау. Тіпті кейде 12 сағаттап мониторға телміруге тура келеді. Жай ғана бақылау емес, сын сағатта тез шешім қабылдап, ұшақтың қауіпсіздігін өз жауапкершілігіне ала білуі тиіс. Қаншама ақпараттар бар, және де мынау тұрғандар қауіпті аймақтар, мысалы мынау жерлерге ұшақтар кіріп кетпеуі тиіс. Біз соның бәрін бақылаймыз, және де бізге соны шарт береді. Одан бөлек бізді байланыспен қамтамасыз ету үшін қараңыздар. Мына жерде қаншама байланыс құрылғылары бар. Мынау бар, негізгі қосалқы, мына жақта қаншама өзіміздің басқа диспетчерлермен байланысқа шығу үшін деген сияқты. Біз бір 30 шақты абонентпен байланысымыз бар екен. Осыншама рейс, осыншама жұмыстар бүкіл Жамбыл облысында, кейбір ана жақта мысалы кукурузник секілді бір жеңіл ұшақтар бар, олар ұшып қонса да біздің бақылауымызда болады да. Сондықтан да кейбіреуін біз көріп бақылаймыз, кейбіреуін көрмей де басқарамыз, кейбіреулерін әскерлермен бірігіп бақылаймыз. Еркебұлан қызметімен қатар қоғамдық жұмыстарға да белсене араласады. Әлеуметтік желілер арқылы жұмысымызды 5 жылдан бері осы қазақ тілінде
авиация және авиадиспетчер жайында контенттер салып, мыңдаған адамдарға соны танытып жатырмын. Одан бөлек осы Таразда профориентациялық жұмыстарға уже 3 жылдан бері мектептерді, ауылды, қалалық жерлерді аралап, осы біздің авиация мүмкіндіктерін насихаттап жүрмін. Себебі мен есептеймін, бір қазынаның үстінде отырмын деп та, соны енді басқаларға да көрсету керекпін, білдіру керекпін деген мақсатта. Жыл сайын әуе тасымалы артып, сала белсенді даму үстінде. Осы қарқынмен қатар білікті кадрларға деген сұраныс та өсіп отыр. Ұшқыштан бастап инженер, диспетчер, барлық техникалық мамандықтар жүйелі дайындықпен үлкен білімді қажет етеді. Ал елдегі авиация мамандарын даярлайтын ең негізгі оқу ордасы Алматыдағы Азаматтық авиация академиясы. Академияның тарихы сонау 1995 жылдан басталады. Содан бері оқу ордасы 10 мыңға жуық түлекті даярлап шығарды. Олардың шамамен 80% салада қызмет етеді. Жалпы соңғы жылдар авиациядағы жаңашылдықтар мен өзгерістер талапкерлерге деген стандарттарды да біршама қатаңдатқан. Жауапкершілігі өте үлкен сала болып табылатындықтан, бірінші талап бұл студенттерге, талапкерлерге қойылатын, бұл олардың денсаулықтарына мықты болуы, екіншісі бұл олардың тілге деген икемділігі, яғни тіл білулігі, сонымен қатар жауапкершіліктің жоғары болуы, бізде форс-мажорный ситуациялар болған жағдайда тез шешім қабылдау қабілеттерінің жоғары деңгейде болуы. Заман талабы авиация саласына жаңа бағыттар мен жаңа мамандықтар әкелді. Бүгінде әуе кеңістігінде тек тасымалдау емес, дрон технологиялары да барлық салада қарқынды дамып жатыр. Ал академияда дәл осы дрон пилоттарын даярлау қолға алынған. Жаңа дәуір мамандары мониторинг, қауіпсіздік, аграрлық саласында түрлі бағытта жұмыс істей алады. Әскери авиацияда да, азаматтық авиацияда да, сонымен қатар құтқару саласында дрондарды көптеп қолданып жатқандықтан, жасанды интеллекті дейміз, AI дейміз, сол мамандардың әсерінен біз қазір дрондарды көптеген жағдайларда қолданамыз, зерттеу тәжірибелерінде де, және құтқару жағдайларында да, соларды ұшыру, басқару, бұлардың өзінің үлкен ерекшелігі бар. Сіздер білесіздер, Қазақстан ауыл шаруашылығымен де жақсы айналысады. Осы дрон мамандықтарын біз қазір ауыл шаруашылығында да егін салу, барлау, бақылау және картография салаларында да көптеп қолданылады. Назарларыңызда 3D модельдеу бөлмесі. Егер көріп отқан болсаңыздар, бұл жерде мынау 3D шығаратын аппарат. Осы аппарат арқылы студенттер осындай дронның қаңқасын жасап шығаратын болады. Яғни арнайы бағдарлама арқылы мінекей осы дронның қаңқасын жасап шығарып, жаңа дрондардың құрастырылуына өздерінің септігін тигізетін болады. Қазіргі таңда академияда 2-ші курста білім алып жатырмын. Енді бұл авиация саласы болғандықтан, бұл 4 жылдың ішінде, я болмаса басқа да мерзім ішінде дайындықпен шектелмейді. Ары қарай бітіргеннен кейін де авиацияның ауқымы кең болғандықтан, ары қарай білімімізді жалғастырамыз. Бұл дрондар өзі бірнеше санаттан тұрады. Әр санатын уақыт өте келе меңгеру барысында осындай өзінің практикалық және теориялық дайындықтардан өту кезінде күрделене береді. Соған үлкен дайындық қажет болады. Академияның оқу бағдарламалары халықаралық стандартқа сай. Мамандарды ИКАО, EASA, IATA талаптарына сәйкес даярлайды. Бұл түлектердің тек ел ішінде ғана емес, жаһандық деңгейде жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Мұнда студенттер тек теориялық білім алып қана қоймай, нақты авиациялық ортаға жақын жағдайда тәжірибеден өтеді. Бұл болашақ мамандардың дағдысын ерте қалыптастыруға жол ашады. Айтқанымыздай, соңғы жылдары азаматтық авиация даму жолының даңғыл жолына түсті. Технологиялар жаңарып, халықаралық қауіпсіздік стандарты күшейді. Яғни мамандарға да сұраныс көп. Бүгінде Қазақстан авиациясында 25 мыңнан аса қызметкер жұмыс істейді. Десе де жыл сайын 600 маманның тапшылығы сезіледі. Сала қарқынды дамып келе жатыр. Мамандықтарын дайындау мүмкіншілігі оған жетпей жатыр. Қазіргі таңда курорттық жерлерді 3 әуежай салынып жатыр. Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі. Сол әуежайларда жұмыс істеу үшін мамандар қажет. Қазір енді жаңағы 3 әуежайды салып бітіруге жақын қалды ғой. Сол себепті мамандарды тез даярлап шығу керек. Соның жаңа инфрақұрылымды дамуына байланысты бізде кадр саны да көбейіп бара жатыр. Соған уже біз дайын болу керекпіз.
Бірақ қашан да саннан бұрын сапа екенін естен шығармаған жөн. Саладағы қарқынды өзгеріс пен жаңа технологияларға ілесе алатын кәсіби кадрлар даярлау тек Қазақстанға емес, әлемдік авиацияға ортақ мәселе. Себебі болжам бойынша 2040 жылға қарай дүние жүзінде авиация саласына 700 мыңға жуық жаңа маман қажет болады. Анандай технологияларды жүзеге асыратын мамандар керек. Анандай мүмкіншіліктерді білетін, талаптарды өзіміздің заңымызға, өзіміздің талаптарымызға енгізе алатын мамандар керек. Сондықтан бұл жерде сұраныс тек қана мамандардың санында емес, сол мамандардың біліктілік деңгейіндегі. Бізде 90-шы жылдары жағдайға байланысты көп мамандардан айырылып қалдық. Соның жетпеушілігі қазір біз сезіп отырмыз. Себебі жас мамандар мен тәжірибелі мамандардың арасындағы сабақтастық жоқ. Қазір сол кездегі сақтап қалған мамандарымыз мына жас мамандардың бәріне жетпейді. Сарапшының айтуынша, бұл мәселені шешу жолы кадр даярлау жүйесін жаңарту. Бізде жоғары білімменен кәсіби даярлау мәселесі бар. Осы кәсіби даярлау мәселесінде қолға алса деген ойдамын. Себебі жас маман тек қана теоретикалық білім алмай, өзінің кәсіби даярлау жағдайын, мысал үшін мен мысал ретінде келсем, диплом алғанмен инженердің оқып жүргенде инженерлік өзінің бір жұмыстарын атқара алатын бастауыш сертификацияларын мына Европаның, ақш-тың, халықаралық азаматтық авиация ұйымының талаптарына сәйкес келетін кәсіби даярлау мәселесінде қолға алсақ. Қорыта айтқанда, авиация саласының тұрақты дамуы ең алдымен кадр сапасына тікелей байланысты. Технология қанша жерден шарықтап дамығанымен, оны басқаратын маман. Сондықтан бүгінгі басты міндет халықаралық стандарттарға сай кәсіби дайындықтан өткен мамандарды жүйелі түрде даярлау. Өйткені салада сан емес, сапа шешуші рөл атқарады.